Assalamualaikum қазақ елі. Күн жылы болып тұрған себепті бүгін шомылдырып алайын дегем. Бір 5-6 бұқа, 7 бұқа, 8-9 бұқа енді. 8-9 шала қырқылды. Қырқылғаннан кейін шомылдырса жақсы. Міне әдемі болып қалған. Енді оны немен шомылдырасыз дегенде мынандай 18 литрлік мынау. Мен 15 жанында жазу бар, көрінбейді енді, көрініп тұрма. 15 деген литр жеріне әкелдім. Енді мынаны қалай білесіз дегенде, мынау неоцидол, басқа да каролин, общем, не болса да шомылдырсаңыз бола береді. 10 литр суға 10 миллиграмм деген. Мына әзір 50-де тұрған, алды растеткем. Мен бірақ 15 литр суға 10 миллиген естеттім. Себебі менде басын барлығын тақап байлағанға уақыт жоқ. Мұнша көп бұқаны басын тарғып байлап тұстау керек негізі. Буаз малға бола ма болмай білмеймін. Соны біліп ажыратып алыңыздар. Мынаған суды құйып алдыңыздар. Мынаның осындай сүзгісі бар. Міне, мұсыр-пұсырлар түспеу керек. Мұсыр-пұсыр түсетін болса, ананың үшіне, насостың ішінен қалып қалады. Оның емнің напоры әлсіз, тök болмағаннан кейін ұзын жүні барлардың арасына толық бармай қалуы мүмкін. Соның үшін шомылдырып алғаныңыз дұрыс. 18-19 мың, аргесі 20 мың төкпен жүретін алып алғаныңыз дұрыс. Оның напоры күшті, жүннің арасына толық кіреді. Мынаны қолмен мынандай басасыз, жел бересіз содал арқылы, қысым арқылы. Енді тағы не қалды? Бұның ешқандай несі керегі жоқ, бұның жанында жазуы бар. Мөлшерлеп отырып 10 миллиден құйып алсаңыз болады. Басын тақап байласаңыз 10 литр суға 10 миллиграмм сессеңіз болады. Ал енді мен секілді мынаны толтырмаймын, әдеге толтырсам мойныма құйылып кете ма деп. 15 литр қыламда 10 миллиграмм саламын. Енді менде шомылдыру барысын көрсеткен адам жоқ, бірақ бастысы жолдарын айтып берсем болды. Аман сау болыңыздар. Қазақ тілді арнаны қолдап, қазақ жігіттерін қолдап, каналға тіркеліп, әлеуметтік желілерге салып қойсаңыздар болады. Менің видеомнан сіздер пайда көрмесеңіздер зиян тартып жатыр деп ойламаймын. Рахмет, аман сау болыңыздар.